Нұрмаханов Жұмағали Пәрімбекұлына беріледі. Саламатсыздар ма? Бүгінгі Ұлы Отан соғысының 80 жылдық мерейтойына жиналған қауым, сол көрмеге жиналған құрметті жолдастар, Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің ұрпақтары, мен де осы сіздер сияқты Ұлы Отан соғысының ардагері Пәрімбек Махановтың ұлы, менің әкем 1939 жылы өзінің отан алдындағы борышын өтеуге әскер қатарына алынып, Белоруссияның Гомель қаласында өзінің борышын өтеп жүрген кезінде соғыс басталып кетіп, содан ары қарай соғысқа кеткен. Сол бірінші күннен бастап соғыстың аяғына дейін разведчик болып, барлаушы болып, Берлинге дейін барған. Бұл кісінің ерліктерінің бәрі барлық кітаптарда жазылған. Ғазиз Әбішевтің «Қазақстан Великой Отечественной войне 41-45 годы» деген кітабында менің әкемнің суреті осы Қазақстанның барлық Бауыржан Момышұлынан бастап, Төлеген Тоқтаров, Сағадат Нұрмағамбетов сияқты, Мәншүк Мәмбетова сияқты, Әлия Молдағұлова, сол сияқты осы Ұлы Отан соғысына қатысқан біздің Қазақстаннан барған барлық батырлардың қатарында менің әкемнің де суретімен сол кітаптың ішінде бар. Мен айтайын дегенім, осы Ұлы Отан соғысынан менің әкем 3 бауырымен бірге аттанып, жалғыз өзі қайтып келген. 2 өзінен кейінгі Еркінбек, Жәнібек деген 2 бауыры сол соғыста із-түссіз кеткен. Және де менің анамның туған ағасы Бауыржан Кәрімбеков, ол да соғысқа кеткеннен ешқандай із-түссіз әлі күнге дейін қай жерде жерленгені белгісіз. Сол менің әкем Пәрімбек Маханов соғыстан жалғыз өзі бауырлардың ортасынан тіркелгеннің арқасында мына біз отырмыз. Міне осы жерде тіркелген менің жұбайым, балаларым, немерелерім отырып, туған інім Шоқан отырып, өзінің немерелерімен келді. Осындай аталарымыз, әкелеріміз бір үйден 10 адам кетіпті, 7 адам кетіп, содан жалғыз келген кісілер бар. Тіпті ешкім оралмай шаңырақ ортасына түскен, сондай шаңырақтарда болған, отбасыларда болған. Сол тарихты соны болуымыз керек. Менің әкем көз тірісі кезінде біз баламыз ғой, сұрайтынбыз, әке, соғыстағы ерліктеріңіз туралы айтыңызшы, бізге қызық, білгіміз керек деп. Сонда әкем көп айтқысы келмейді бізге, бала деп, бір жағынан біздің жүрегіміз дайын, шығар бір жағынан ол өзіне есіне алғысы келмейтін қанды соғысқа. Өйткені соғыс деген ол ойыншық емес, соғыс деген қан, ол деген зұлымдық, ол деген жауыздық. Кейбір бізге ұлылық ұлдарын айтпасына, өзінен кейінгі ересек соғысқа бармаған інілері қайта-қайта сұрақ қоймаған кезінде айтқан әңгімелерін мен естіген. Сонда соғысқа қиналып отырып, есін алып айтатын. Соғысты еске алып келмей, соғыс деген қан дейді. Соғыста жеңіс деген болмайды. Соғыс деген ол разрушение. Соғыс деген адам баласында бүкіл дүниені бүлдіретін нәрсе, құртатын нәрсе. Сондықтан жер бетінде бейбітшілік болу керек деп айтады. Осы соғыс біздің көрген соғысымызды бізден кейінгі ұрпақтар сендер көргендер дейді. Енді жер бетінде соғыс болмасын деп соны армандайды. Менің әкемнің ерліктері айттым ғой, жаңағыдай кітаптарда жазылған 2 қызыл жұлдыз ордені, даңқ ордені, және де ерлік үшін ордендері бар. Бірнеше Завзятие Берлина, Завзятие Кенигсберг, Завзятие Варшавы, қаншама қалаларды босатқан. Сонда әкемнің бір сөзінде айтқан бар еді. Біз өлген жоқпыз,
4 жылдың ішінде. Бірақ өлгеннен басқасының бәрін көрдік деп айтады. Сонда бір айтатыны, біз соғысып жүрген кезімізде әрине за Родину, за Сталина деп соғысып жүріп дейді. Мына соғыс бітеді-ау, бұл соғыстан біз тірі қайтамыз-ау деген ой болған жоқ. Бірақ тірі қайттық. Бұл соғыс жеңіспен аяқталды. Соның арқасында осындай дүниеге келдік. Біз осы нәрсені ұрпақтар осыны ұмытпауымыз керек. 9 май мереке емес шығар, біреулер айтып жатыр кейін кезде. Бұл это не праздник, это день памяти. Әркім айтады, біз біреуге ол праздник өткен себебіне 4 жыл, 4,5 жыл қырғын соғыстың біткенде адам қуанады ғой. Сондықтан да ол мереке. Өйткені ол жеңіс. Ең бастысы біз ондай соғыстан естен шығармауымыз керек. Ондай соғыс болмасын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз өркендей берсін. Бүгінгі осы ұйымдастырылған осы мұражайдың басшылығына, әкімшілігіне рахмет білдіреміз.